Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahwu darslarimizni жалғастырамыз. Ajzaul jumlati сөйлемдердің бөліктері дейді. Әдеттегідей қағиданы оқып аламыз бірінші. Ал-калимату саласату анваъин. Калима дейді. Оның үш түрі бар дейді. Исмун ва фи'лун ва харф. Исм, етістік және харф. Ал исму, исм дегеніміз не десе, соны анықтама береді. Исм куллу лафзин юсамма бихи инсанун ау хайванун ау набатун ау жамадун ау айю шайин ахар. Енді исм дегеніміз әрбір сөз дейді. Онымен адам аталынатын, немесе хайуан аталынатын, немесе өсімдіктер аталынатын, немесе жансыз заттар аталынатын дейді, немесе басқа да қандай нәрселер дейді. Онымен аталынатын әрбір сөзді исм деп айтылады. Мысалдан түсінікті болады бұлар. Ал-фи'лу, енді етістік дегеніміз несі? Куллу лафзин ядуллу ала хусули амалин фи заманин хассин. Әрбір сөз дейді. Ол етістік дегеніміз әрбір сөз дейді. Қандай да бір амалдың, қандай да бір істің дейді. Арнайы бір заманда жүзеге асқандығын білдіретін сөздердің барлығы етістік деп айтылады. Ядуллу аля деп келсе, білдіреді деп аударсаңыздар да болады. Қандай бір амалдың белгілі бір арнайы бір заманда жүзеге асқандығын білдіріп тұрған әрбір сөзді етістік деп айтылады. Ва харф, харф дегеніміз не десе, куллу лафзин ла язхару ма'наху камилан илля ма'a гайрихи. Харф дегеніміз оның мағынасы дейді. Кемел, яғни толыққанды көрінбейді дейді. Тек қана басқа бір сөзбен бірге келген кезде ғана көрінетін лабыздардың барлығы дейді. Сөздердің барлығы дейді. Оны харф деп айтады. Исм деген түсінікті, мысалы. Махмуд десең исм болады ол. Махмуд, кітап дегендер исмге жатады. Етістікке жазын катаба. Катаба десек жазды, яғни жазу деген нәрсенің өткен заманда жүзеге асқандығын білдіріп тұрды. Катаба деген. Яктубу дегенде ол да жазады, немесе жазып жатыр дегенде ол да арнайы бір заманда жүзеге асатындығын білдіріп тұр. Исімдерді мысалы үшін Махмуд, яғни етістік дегеніміз заманмен байланысы бар сөздерді айтады. Келді, кетті, ертең келеді, бүгін келеді деген секілді. Ал исімдерді заманмен байланысы жоқ. Мысалы үшін ертең кітап, бүгін кітап деп айтылмайды ғой, қазір кітап деп. Заманмен байланысы жоқ. Заманмен байланысы жоқ мағыналарды исім деп атайды. Ал заманмен байланысы болса, онда етістік болады. Харф дегеніміз ала, иля дегенше. Ала, бұлардың жеке тұрған кезде мағынасы жоқ. Жеке тұрған кезде бір мағына бермейді. Бір сөзбен басқа бір сөзбен бірге келген кезде мағына береді. Захабту, мысалы, иля дегендерді мысалы. Захабту илял мадраса десең, медресеге кеттім деген мағына. Иляның жеке өз бір мағынасы жоқ. Би дегендер бар. Катапту бил қалам десең, қаламмен жаздым. Бидің өз жеке бір мағынасы жоқ. Жеке тұрғанда өз мағына бермейтіндерді харф деп айтады. Мысалда тағы түсінікті болады. Мысалдар оқиық. Ал-амсилату, мысалдар. Ракиба Ибрахиму ал-хисана. Ибрахим атына мінді дейді. Ракиба бұл етістік болып тұр. Ибрахим исм, хисана да исм болып тұр. Ракиба, яғни өткен заманда болғандығын білдіріп тұр. Міну деген нәрсенің өткен заманда болғандығын білдіріп тұр. Юдағибу Исмағилу ал-қитта. Исмағил мысықпен ойнап жатыр деген кезде де Юдағиду етістік, Исмағил исм, ол да исм болып тұр.
яхсудул фаллаху ал-қамха. Диқаншы бидайды жинап жатыр деген кезде яхсуду етістік, қалған екеуі исім. Тәкулу шату фулан ва шағиран. Қой фул. Бір өсімдіктің бір атауы. Фулды және арпаны жеп жатыр деген кезде тәкулу жеу деген нәрсе өткен осы шақта, келер шақта болатындығын білдіріп тұр. Бір заманмен байланысы бар да. Сондықтан бір етістік шату деген исім, қалған үшеу исім болады. Самиқту насихата, насихатты тыңдадым. Самиқту етістік, мынау исім болып тұр. Ястағу ан-нуру фил худжрати. Нур бөлмеде жарқырап тұр дейді. Бірінші ястағу етістік, екеуі мынау нур не болып тұр? Исім болып тұр. Нур исім болып тұр, мынау харп болып тұр, фи. Фи деген жеке мағына, жеке тұрса өз мағынасы жоқ. Худжратымен бірге келгендігі себепті бір мағына беріп тұр да. Худжрату исім болады. Тәжри сафинату алал маи. Кеме судың бетінде жүреді дейді. Судың үстінде, аля деген үстінде деген мағына береді. Бұл жерде тәжри етістік, мынау исім болып тұр, аля харп болып тұр. Мынау исім болып тұр. Ма деген. Ал-тухиббу ас-сафара. Сапар шегуді қалайсың ба дейді. Немесе жақсы көресің бе дейді. Бұл жерде хал деген харп, тухиббу етістік, сафар исім болып тұр. Яғни етістік деген бір заманмен байланысы бар. Ал исім деген ешқандай заманмен байланысы жоқ. Оны исім деп айтамыз. Жеке тұрыңыз бір мағына бермейтін болса, онда оны харп деп айтамыз. Ал-бахсу. Оны оқиық. عرفنا فيما مضى أن الجملة المفيدة تتركب من أجزاء هي الكلمات. Өткен сабақтарда толық бір түсінік беретін сөйлем дейді. Бөліктерден, яғни калималардан құралатындығын білдік дейді. Арафна білдік дейді. ونريد أن نعرف في هذا الدرس أنواع الكلمات. Енді осы дәрісте калималардың түрлерін дейді. Білуді қалаймыз дейді. Фанақулу, сөйтіп былай деп айтамыз. Иза бахасна фил джумалиллати мағана. Жоғарда мысалдарды айтып жатыр ғой, мағана деп. Бізбен бірге болған сөйлемдерге назар салатын болсақ дейді. Ваджадна аннал калимати Ибрахима ва Исмағила вал фаллаха. Осы фаллах, Исмағил, Ибрахим деген калималардың дейді. Алфазун тусуммия биха ашхасын. Онымен, яғни сол калималармен, биха деген фаллах, Исмағил, Ибрахимға айтады. Онымен ашхас, яғни кісілер, адамдар аталынатын лафыздар, сөздер екендігін ваджадна, көреміз деп айтсақ болады. Ваджадна деп көреміз деп аударсақ болады, табамыз, көреміз деп. Сол Ибрахим, Исмағил, фаллах деген калималардың онымен адам есімделетін сөздер екендігін көреміз дейді. Және де о аннал калимати, және де ал-хисана вал-қитта ваш-шата, осы калималардың дейді. Алфазун тусуммия биха анвағун минал хайуан. Онымен дейді, хисон, ал-қитта, шат деген калималармен дейді, хайуандардың түрлері есімделетін сөздер екендігін көреміз деп жатыр. Ва аннал қамха, және де қамх, бидай, ал-фул, аш-шағир, арпа калималардың дейді. Алфазун тусуммия биха анвағун минан набат. Набат, өсімдіктердің түрлері дейді, онымен есімделетін, аталатын сөздер екендігін көреміз деп жатыр. Ва аннал худжрата ва сафината вал маа, және худжра, сафина, ма деген калималарын дейді. Алфазун тусуммия биха анвағун минал джамат. Онымен де ол калималармен жансыз заттардың түрлері дейді, аталатын
лафыз екендігін көреміз дейді, сөздер екендігін көреміз дейді. насихата уа нура уа сафара, және насиха, нур, сафар деген калималардың дейді. Алфазун тусуммия биха ануағын ұхра минал мағани, ол калималармен дейді басқа да бір мағыналардың түрлері дейді аталатын сөздер екендігін көреміз дейді. Вализалика дейді, сондықтан дейді, сол үшін дейді да, жаңағыдай аталғандықтан дейді да, жоғарыда айтты ғой. Тусамма кулла калиматин мин хазил калимати исман, осы калималардың әрбірі дейді исім деп аталынады дейді. Казалика деген және де сол секілді исім деп аталынады дейді. Казалика деген мағынасы. Куллу калиматин юсамма биха инсанун ау хайуанун ау набатун ау джаматун ау айю шайин ахыр. Казалика сол секілді исім деп аталынады. Онымен адам аталынатын әрбір сөз дейді. Және хайуан аталынатын әрбір сөз, және өсімдіктер онымен аталынатын әрбір сөз, немесе жамат, жансыз заттар аталынатын әрбір сөз, әу немесе қандай да бір басқа нәрселердің аталынатын әрбір калима исім деп аталынады деп жатыр. Ва нағуду лил жумали марратан, тағы бір сөйлеңбе қайтсақ дейді. Екінші рет сөйлеңбе қайтсақ, фанажиду анна кулла калиматин минал калимати ракиба ва юдағибу ва яхсуду ва такулу. Осы ракиба, юдағибу, яхсуду, такулу калималарының әрбірі дейді тадуллу аля хусулу фиғлин фи заманин хасин, бір істің, яғни қандай да бір істің, фиғл деген істі арнайы бір заманда жүзеге асқандығын дейді білдіріп тұрғандығын фанажиду көреміз деп жатыр. Қандай да бір істің өткен заманда білдіріп тұрғандығын көреміз дейді. Фаллафзу ракиба мәсәлән, мысалға ракиба деген лафз сөз дейді. Ядуллу алар рукуби фи заманил мади, өткен заманда дейді міну деген нәрсенің болғандығын білдіріп тұр дейді. Міну деген нәрсенің рукуб, міну деген нәрсенің өткен заманда болғандығын білдіріп тұр дейді. Ва юдағибу сөзіне қарасақ дейді мысалы. Ядуллу алар мудағабати фи заманил хадир ау ал-ати. Ойнау деген нәрсенің дейді осы заманда, яғни осы шақта, немесе әти келер шақта болатындығын дейді білдіріп тұр дейді. Вахаллу мажара, қалғандарды солай кете береді дейді. Вализалика дейді. Вализалика деген сол заманды білдіргендігі үшін дейді. Тусамма кулла калиматин мин хазан науғи фиғлан, осы түрдегі калималардың әрбірі етістік деп аталады. وعند تأمل الجمل الثلاث الأخيرة, соңғы үш сөйлемге ой жүгірткен кезде дейді, назар салған кезде дейді. Нажиду аннал калимати фи ва аля ва хал, фи аля хал деген калималардың иза нутиқа бикуллин минха вахтаху дейді. Егер сол үш калиманың үш калимадан әрбірін дейді жеке өзін сөйленсе дейді, аля деп немесе фи деп хал деп жеке өзі сөйленсе дейді, ла юфхаму лаху маънан камилан, онда одан дейді толық бір мағына түсінілмейді дейді. Түсінілмейді, яғни ешқандай мағына жоқ қой. Ва иза нутиқа бикуллин минха фи джумлатихи, егер минха деп сол үш калиманың біреуімен дейді сөйленсе дейді, фи джумлати бір джумляның ішінде да, бір джумляның ішінде біреуімен сөйленсе, захара мағнаху камилан, онда оның мағынасы камилан толыққанды көрінеді дейді. Ва тусамма куллу калиматин мин хазил калимати саласи харфа дейді. Осы үш калиманың барлығы харф деп аталынады дейді. Ва казалика кулл калимати лати мин хазил науғи, сол секілді харф деп аталынады дейді, казалика деген осы түрден болған калималардың барлығы дейді. Яғни осы түрден болған дегенде басқа да харфтер көп қой.
Мысалдар. Қағиданы оқыдық. Мысалдарға қарайық. Тәмринат жаттығулар дейді. Иқрa'ил жумалал атията ва баййинил асма аллати тадуллу ала ашхас. Адамдарды білдіретін есімдерді ажырат дейді. Мына алдағы сөйлемдерді оқы дейді. Сөйтіп, ашхас, шахстардың адамдарды білдіретін есімдерді айт дейді. Валати тадуллу ала хайуан, және хайуандардың аттарын білдіретін есімдерді айт дейді. Валати тадуллу ала набат, және өсімдіктерді білдіретін есімдерді айт дейді. Валати тадуллу ала жамат, және жансыз заттарды білдіретін есімдерді айт деп жатыр. Енді осы жерден сіздер видеоны тоқтатып, өздеріңіз белгілеп шығыңыздар. Фарид деген есімді білдіреді. Шарих деген жаматты білдіреді, жансыз затты. Али деген есімді, химар деген хайуанды білдіреді. Өстіп өздеріңіз жаттығуды орындап шығыңыздар да, видеоны тоқтатып. Сосын дұрыс емес екенін мына жерден көріп аласыздар. Мен сіздерге көрсетемін. Мынау осы қызыл сызықты қоршақ қойын ішінде дұрыс емес екендігін көрсеткен. Осы жерден тексеріп аласыздар, дұрыс емес екендігін. Екінші жаттығу, екінші тәмрин. Иқрa'ил жумалал атията, төмендегі сөйлемдерді оқы дейді. Ва майизил асмаа вал афхала вал хуруфа. Сөйтіп есімдерді, етістіктерді, харіптерді ажырат дейді. Қайсы есім, қайсы етістік, қайсы әріп, соны ажырат дейді. Мынау яфтаху Мұхаммадun әл-баба, Мұхаммед есік ашты дегенде, яфтаху етістік, қалған екеуі есім болып тұр. Ядхулу хауау фил худжрата, ауа бөлмеге кірді дегенде, ядхулу етістік, хауа есім, фи харп есім. Осы секілді ажыратып шығыңыздар. Және аударыңыздар, мағыналарын бәрін аудару керек. Сөздіктен қарап аударыңыздар, арабистен қарап. Сөйтіп видеоны тоқтатып, өздеріңіз жазып шығыңыздардан кейін дұрыс емес екендігін мына жақтан тексеріп аласыздар. Мына жерде көрсетіп бір қайсысы не екен. Осы жерден көріп аласыздар. Үшінші тәмрин. Ити би хамси жумалин мабдуатин би асмаин тадуллу ала ашхасин. Нені? Қазір. Адамдардың атын білдіретін есімдермен дейді. Басталған 5 сөйлем келтір дейді. 5 сөйлем келтір дейді. Ол мына жақтан сіздерге көрсетейін. Мынаны жазасыздар. Осы 5 сөйлем біріншісін. Сағид деген адам есімімен басталып тұр. Ахи дегенде бауырым адам есімімен. Ат-Толиб дегенде адам есімі, адам айтылады. Әл-Валад адам есімі, мұғалим адам есімі басталып тұр. Осыларды дәптерлеріңізге жазып аударып шығыңыздар. Екінші неде жаттығуда Ити би хамсин жумалин. 5 сөйлем келтір дейді. Тантахи кулу уахидин минха. Со 5 сөйлемнің әрбірі хайуанды білдіретін есіммен дейді. Аяқталатын болу керек дейді. Мына жерден көресіздер оны. Осы жерден көресіздер. Руайту ала шажарати усфурон. Ағаштың үстінде шымшықты көрдім. Хайуанмен аяқталып тұр. Соңышы. Харбал хуруфу минази. Қозы қасқырдан қашты дейді. Зи деген хайуанмен аяқталып тұр. Хисон деген атпен аяқталып тұр. Осыларды жазып аударып шығасыздар. Үшінші неге қарайтын болсақ. Ити би хамси жумалин. 5 сөйлем келтір дейді. Таптадиу куллу уахидин минха. Со 5 сөйлемнің әрбірі бисмин ядуллу ала хайуан. Хайуанның есіммен, хайуандықты білдіретін есіммен басталатын болу керек дейді. Төбесінде аяқталатын болу керек еді, астындағысы басталатын болу керек хайуанның есіммен. Мына ол жерде бұл. Мынау
Ал-хисону сариқ, ат жылдам дейді. Хайуанмен басталып тұр. Ан-нахлату таснаул ғасала. Ара әселді істейді дейді. Нахлада хайуанның есімі. Әл-хамам, иә, кептер. Әл-зибу деген қасқырмен басталып тұр. Әл-фару тышқанмен басталып тұр. Осыларды аударып шығыңыздар. Төртіншісіне қарайтын болсақ, ити би хамсин жумалин, 5 сөйлем келтір дейді. Тантахи куллу вахидин минха бисмин ядуллу аля набат. Өсімдіктерді білдіретін ісіммен дейді. Сол 5 сөйлемнің әрбірі, куллу вахидин минха деген сол 5 сөйлемнің әрбірі өсімдікті білдіретін ісіммен аяқталатын, яғни 5 сөйлем келтір дейді. Мына жақта, осы жерден жазып аласыздар. Әкілі сағидun туффахатан. Набат құны өсімдікпен аяқталып тұр соң, ан-нахлату танжаху ал-асала дейді. Асал деген өсімдіктің атын білдіріпті. Биттихотин деген дарбыз, румман деген анар. Румман. Райту шажарата румманин болады. Румманин. Анар деген анар ағашын көрдім дейді. Бұл да шөппен аяқталып тұр. Осыны аударып шығасыздар. Енді төртінші жаттығуға қараймыз. Ити би хамсин жумалин яптадиу куллун минха би фиғлин. 5 сөйлем келтір дейді. Олардың әрбірі етістікпен басталатын 5 сөйлем келтір дейді. Актубу кулла йомин дуруси, күнде дәрісімді жазам дейді. Етістікпен басталып тұр. Осыны жазасыздар, аударасыздар. Сөйтіп мына жерде ити би хамсин жумалин ятавассату куллан минха фиғлин. 5 сөйлем келтір. Олардың әрбірі етістік ортасында келетін дейді. Егер етістік ортасында келетін болсын деп жатыр да. Мына жерде Ахмаду яқраул Құр'ана. Етістік ортасында келіп тұр. Ахмет Құранды оқып жатыр. Холидун лағиба бил курати. Холид доппен лағиба ойнап жатыр. Етістік ортасында келіп тұр. Осыны аударып шығасыздар. Үшіншісіне қарасақ, ити би хамсин жумалин, тағы 5 сөйлем келтір. Яптадиу куллун минха би харфин. 5 сөйлемнің әрбірі әріппен басталатын 5 сөйлем келтір дейді. Мына жер мынаған қарайтын болсақ, фи деп әріппен басталып тұр. Фи мадрасатина малғабун. Хал тухсин сибахата. Жүзуді жақсы меңгергің келе ме дейді. Хал деген хатпен басталып тұр. Фи бейти мактабатун. Менің үйімде кітапхана бар дейді. Осыны аударып шығасыздар. Төртіншісіне қарайтын болсақ, ити би хамсин жумалин ятавассату куллан минха харфун. 5 сөйлем келтір. О 5 сөйлемнің әрбірі харп ортасында келетін 5 сөйлем келтір дейді. Яғни харп ортасында келетін болсын деп тұр сөйлемнің. Алла. Қазір. Мына жерде қарасақ. Захабту илал мадрасати. Медресеге бардым. Харп ортасында келіп тұр. Ғонал усфуру аля шажарати деңізде. Аля деген сөздің ортасында келіп тұр. Харп. Ал-маулу фил хақибати. Фи ортасында келіп тұр. Осыны аударып шығыңыздар. Бесінші жаттығуға қарасақ. Ити би хамсин жумалин. Ити би хамсин жумалин куллу вахидатын минха мураккабатын минасмейни лейса ғойру дейді. 5 сөйлем келтір дейді. Ол 5 минха деген сол 5 сөйлемнің әрбірі 2 исімнен құралған болу керек дейді. 2 исімнен құралған 5 сөйлем келтір дейді.
Лейсе гайру, яғни басқасынан емес дейді. Лейсе гайру деген кезде бұл жерде харппен етістік шығып кетті. Харп етістік кірмесін деп жатыр ғой. Тек қана исмін жаса деп жатыр. Міне бұл жерден көріп аласыздар. Әл-ғилму нурун, әл-китабу нафиун, кітап пайдалы деңізде. Әс-самау софиятун, аспат ап-ашық, бұлт жоқ та. Бұл жердің ешқайсында етістікті харптар жоқ. Әс-самаку лазиз, балқсат әл-матару ғозир деңізде да етістік харп жоқ. Осыны аударып шығыңыздар. Енді мына жерде ити би хамсин, екіншісіне қарасақ, ити би хамси жумалин, 5 сөйлем келтір дейді. Күлу вахидатын минха, 5 сөйлемнің әрбірі мураккабатун мин асмайни ва фиғлин лайса ғойру. Исім және етістіктен құралған болу керек дейді. Исім және етістіктен құралған 5 сөйлем келтір дейді. Лайса ғойру, басқасы болмау керек дейді. Яғни харп кірмеу керек. Тек исім етістік болу керек. Мына жерге қарайтын болсақ, рокадал хисана, ат шауып кетті. Етістік на исім. Талағати шамс, күн шықты. Етістік, исім. Захарал хақ, ақиқат айқын болды. Көрінді. Етістік, исім. Мынау да етістік, исім. Аударыстар. Жаттығулар көбегіні. Алтыншы, жоқ, мынаны оқиды. Үшіншісі, ити би хамси жумалин күлу вахидатын минха мураккабатун мин асмайни ва фиғлин ва харф. 5 сөйлем келтір. Олардың әрбірі, 5 сөйлемнің әрбірі исім және етістік және харптан құралған болу керек дейді. Яғни исім фиғл харптан құралған 5 сөйлем келтір дейді. Мына жерін жазып аласыздар дәптерлеріңізге, аударасыздар. Ядрасу Мұхаммадын фин нахари. Мұхаммед күндіз оқиды дейді. Етістік, исім, харп, исім. Болып тұра. Осыны жазып аласыздар. Енді мынау 6-шы тәмринге қарасақ. Ал-жумалул атияту, алда келген сөйлемдер. Яхтажу кулун минха, ол сөйлемдердің әрбірі иласмин, исімге мұқтаж дейді. Олардың әрбірі исімге мұқтаж болатын алдағы сөйлемдер дейді. Фаду әл-исмал мунасиба фи маканил холи, бос, холи деген бос, орынға сай келетін исімді қой дейді. Әл-ғусфуру, осыны өздеріңіз жазасыздар, видеоны тоқтатып, сосын мына жақтың дұрыс емес екенін көріп аласыздар. Әл-ғусфуру масжунун фил хафас, шымшық хапаста қамаулы деген жазып шығып тексересіздер мына жақтан. Мына жерден қарайсыздар. Әл-ғусфуру масжунун фил хафас яқрау Мұхаммадun әл-Құр'ана деп. Әл-китаба қоя бересіздер, қайсысы болса да. Осы жерден тексеріп шығасыздар. Аударып шығасыздар барлығын. Al-jumla al-atiyatu yahtaju kullun minha, b дегенді оқитын болсақ, al-jumla al-atiyatu yahtaju kullun minha ila fi'lin. Етістікке алдағы сөйлемдер дейді. Олардың әрбірі етістікке мұқтаж болады дейді. Фадду al-fi'l al-munasiba fil makan al-khali, бос орынға сәйкес келетін етістікті қой дейді. Al-хисану деп нәрге бір етістік қоясыз. Күл әш-шағира деп бай, сөйтіп тексересіздер, қойып шығасыздар да бірінші, сөйтіп тексересіздер. Мына жерді қарайтын болсаңыздар, күлу деген қоясыздар, әш-шағира. Асы екіншісіне яджуру, әс-сауру яджуру әл-ажалата, өгіз арбаны сүйреп барады деген мағына. Аударып шығасыздар. Алла. Джимға келсек, al-jumal al-atiyatu yahtaju kullun minha ila harf.
алдағы сөйлемде дейді. Олардың әрбірі харіпке мұқтаж болады дейді. Фадоғ әл-харфа әл-мунасиба фил маканил хали. Бос орындарға сай келетін харіптерді қой дейді. Қойып шығасыздар бірінші мына жерге харіптерді қоясыздар. Кейін барып тексересіздер мына жақтан. Ясбахул ғуламу финнахри. Бала өзенде жүзіп жатыр, жүзіп жүр деп, сөйтіп аудап шығасыздар бәрін. Алла, жаттығулар көп екен өте. Так, 7-ші таймеринге қарасақ. Кауин хамса джумалин бихайсу такуну куллу джумлатин минха мураккабатан минасмайни. 5 сөйлемді құра дейді. Сол 5 сөйлемнің әрбірі дейді, 2 исімнен құралған болатындай. Яғни 2 исімнен құралған болу керек дейді. 2 исімнен құралған 5 сөйлем құра дейді. Қарайтын болсақ, мына жақта мына келіп тұр дайын. Аддину юсрун. Екеуі де исімнен құралып тұр. Ал-хадиқату джамилатун. Бақша әдемі дегенде екеуі де 2 исімнен құралып тұр. Ал-батилу музлим деп. Бұл да 2 исімнен құралып тұр. Осыны аударасыздар. Екінші қарасақ, кауин хамса джумалин бихайсу такуну куллу джумлатин мураккабатан минасмайни ва фи'лин. 5 сөйлем құра дейді. Сол 5 оның әрбірі дейді, 2 исім бір етістіктен құралған болатындай дейді. Яғни 2 исім бір етістіктен құралған бір 5 сөйлем құра деп жатыр ғой. Мына жерде қарайтын болсақ, қандай еді? 2 исім бір етістік деді. Мына жерде 2 исім, мына екеуі исім, мына етістік. Құра Махмуд әл-китаба. Махмуд кітапты оқыды. Мына жерде екеуі исім, мына етістік. Етістік, исім, Осыны жазып аудап шығасыздар. Үшінші неге қарайсыз? Кауин хамса джумалин бихайсу таштамилу куллу джумлатин алал анваги саласати лил калимати дейді. 5 сөйлем құра дейді. Соның әрбірі дейді, калималардың 3 сөйлемінде, 3 түрінде қамтитын болсын дейді, қамтитындай. Калималардың 3 түрінде қамтитын бір 5 сөйлем құра дейді. Калиманың түрлері неше бізде? Мұны жазып қойған астында. Исім, фиғіл, харф. Осы үшеуі де ішінде болатын бір сөйлем құрастырды деп жатыр ғой. Қарайтын болсақ. Етістік. Етахалла Мұхаммадын бил хулуқил хасани. Етістік бар, исім бар, бей деген харп. Харп бар, исім бар, исім бар. Үшеуі де табылып тұр. Захабат тилмизу илал мадрасати. Етістік, исім, харф, мадраса. Осылар жазып аудап шығасыздар. Алла. Осымен дәрістерімізді аяқтаймыз. Мына кестені жаттап алсаңыздар болады. Осыны. Аль-калимату танқасиму иля исмин ва фиғлин ва харфин деп. Астында мысалдармен қосып жаттап алсаңыздар. Исімдегі мысал Ибрахим, Аль-Хисон, Ас-Сафина деп. Осыны жаттап алсаңыздар. Етістікке мисал Рокиба, Юдағибу, Яқсулу деп. Харпке фи ала хал деп жаттап алсаңыздар болады. Алла, осымен дәрісімізді аяқтаймыз.